сіздің миыңыздағы ойдың көрінісі. Сіз жаңа нәрсе ойлаған сайын нейрондарыңыз бір-бірімен байланысады. Ал егер сіз бұл ойды неғұрлым көп қайталасаңыз, байланыс соғұрлым күшейе түседі және ойша ойлау автоматты түрде бола бастайды. Сіз мен бақыттымын, менің жолым болғыш деп ойлауға тырысасыз. Бірақ сіз өміріңіздің соңғы 10 немесе 20 жылында әртүрлі қайталанатын басқа да ойлар туралы ойладыңыз. Сондықтан да сіз менің жолым болғыш, мен бақыттымын деп ойлай бастағаннан басқа ойлар ешқайда кетіп қалмайды. Өмір әділетсіз, мен кедеймін, мен ешкімге керек емеспін, менің үйім жоқ, ертеңнен бастаймын деген ойларымыздың барлығы санамызда тұрады. Алайда неврология ғылымы 3 апта бойы ескі ойларды ойламай, жаңа жақсы ойларды ойлай бастаудың нәтижесінде ескі байланыстарды бұзып, қайта жаңа ойлардың нейрондық тізбегінің күшейіп, жаман ойлардың бәрі әлсіреп, санамызда саяхаттайтын жаңа сигнал. Мен бақыттымын, мен баймын, менің жолым болғыш. Осылайша аузымыздағы жақсы сөз санамыздағы жақсы нейрондар тізбегін қалыптастырады, ал жақсы нейрондар тізбегі жақсы магниттік өріс қалыптастырады. Бұл жүректегі дір еткен сезімге айналғанда 5000 есе күшті магниттік өріс туғызып өмірімізге айналады. Егер сізге осындай пайдалы ақпараттар маңызды болса, сақтап алыңыз, парақшама жазылып, менің даму жолымды көріңіз.